Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге сұлының пайдасы жайында айтатын боламын. Сұлы жер бетінде 4000 жылдан бұрын пайда болған дәнді дақыл. Ол туралы алғашқы жазбаларды Греция мен Үндістанның медициналық трактаттарынан кездестіруге болады. Ал бұл өсімдіктің дәндері ежелгі жерлеулерді қазғанда табылған. Сұлының тарихи отаны Моңғолия мен Қытай болып саналады. Қазіргі кезде ол көптеген еуропалық елдерде де өседі. Ежелгі Қытай, Мысыр мен Үндістанның шипагерлері сұлымен ауруларды емдеген және жалпы нығайтатын әрі тыныштандыратын құрал ретінде қолданған. Қазір сұлыдан жасалатын ең танымал өнімдер сұлы қауызы, печенье және ұн. Сұлының пайдасы оның бай құрамымен байланысты. Бұл дақылда салмақты қалыпқа келтіретін, қандағы холестерин құрамын қажетті деңгейде ұстап тұратын, тамырларды атеросклерозды түйіндерден тазалайтын көптеген пайдалы заттектер бар. Бұлар Б, А, Е, крахмал, көмірсулар, ақуыздар, майлар, ферменттер, амин қышқылдары, минералды тұздар, эфир майы және қант. Сонымен қатар микроэлементтердің бірегей жиынтығын да атап өткен жөн. Хром, цинк, кремний, калий, мыс, селен, вольфрам, йод, титан, строний, цирконий және марганец сұлының құрамында кездеседі. Бірақ бәрінен де сұлының құрамында ас қорытуда және зат алмасуға қатысатын пантотенді қышқыл көп. Бұл дақыл диеталық өнім болып саналғанымен айтарлықтай құнарлы. 100 грамм өнімде 300 калорий бар. Сұлы дәнінің құрамында 60%-ға дейін крахмал, 14%-ға дейін ақуыз, 9%-ға дейін майлар бар. Сұлы бүкіл ағзаны жалпы нығайтатын қасиетке ие. Оның құрамында дәрумендер мен минералдардың үлкен тобы бар. А, Е дәрумендері шаш пен тырнақтың өсуіне, саулығына, терінің серпімділігіне пайдалы болса, Б дәрумендері жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді. Асқазан ішек жолдарына оң ықпал етеді. Күрделі көмірсуларды глюкозаға айландырады. Қан құрамындағы қант деңгейін азайтады, сондықтан сұлыны қант диабетіне шалдыққан адамдардың тұтынғаны жөн. Сұлының пайдалы қасиеттерінің бірі ол организмдегі артық сұйықтықты шығарады, ісінулермен қоса зиянды заттарды да шығарады. Бұл жағынан сұлыны ұзақ медикаментозды емнен кейін пайдаланған жақсы. Сонымен қатар ол несеп тас ауруымен де күресуге көмектеседі, холестеринді түсіруге әсер етеді. Сұлы асқазан ішек жолының қызметіне оң әсер етеді, тыныштандырады, бүкіл ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Сұлының ішекке пайдасы ол іш қатумен күреседі, жүйке жүйесін нығайтады, күйзеліс кезінде көмектеседі. Сұлының суы мен тұнбасы ыстықты түсіретін, терлететін қасиетке ие. Сұлы бауырға да өте пайдалы. Белгілі болғандай, бауыр біздің қан түзу мүшеміз. Одан бүкіл токсиндер мен шлактар жиналады. Бауырымызды тазалай отырып, біз ағзамызға жаңа күш береміз. Сұлы ағзаның ауруға төтеп беру қабілетін арттырады. Жөтелді өте жақсы емдейді және қалқанша безге де өте пайдалы. Сұлы дәндерінде құрамы бойынша бұлшықет ақуыздарына жақын амин қышқылдары бар. Сұлының құрамында пайдалы ферменттер мен органикалық қосындылар да бар. Бірақ сұлының пайдалы қасиеттерімен қоса қарсы көрсетілімдердің де бар екенін білген жөн. Тұмауға қарсы сұлы рецепті. 1 стақан сұлы дәндерін алып, оны жуып және оған 1 литр су құю керек. Түнге қалдырып, таңертең бастапқы кездегі сұйықтықтан жартысы қалғанша отқа қоямыз. Сүзіп, дайын қайнатпаны 1 күнде жылы күйінде ішу керек. Құрғақ жөтелге қарсы сұлы рецепті. Сұлыдан сүт қайнатпасын әзірлеу үшін қауызымен бірге 1 стақан сұлы керек. Оны алдын ала жуып, кастрюльге үстіне 1 литр сүт құямыз. Оны 1 сағаттан 3 сағатқа дейін бойы әлсіз отта бұқтырамыз. Осы уақыт арасында сүт сарғаюы мүмкін. Бұл қалыпты реакция. Бұдан соң қайнатпа сүзіліп, оған сары май және бал қосылады. 50 грамм майға 1 стақан сүт және 1 ас қасық бал 1 стақан сүтке қосылады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қайнатпаны күні бойы жарты стақан тәулігіне 6 ретке дейін қабылдайды. Бірақ міндетті түрде бұл сұйықтықтың 1 стақанын қабылдау керек. Май мен балды қалауыңызша азайтып не көбейтуіңізге болады. Алайда бұл екі ингредиент жөтелдің кез келген түрінде маңызды. Құрметті арнамның көрермендері, егер де сіздерге видео ұнаған болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк қойып, комментарийде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.